Құрметті Семетей бауырлар, ағайын тума туыстар, көптен бері көкейімде жүрген бір ой бар еді, соны сіздерге ортаға салып айтсам ба деп отырмын. Мынау өздерің білесіңдер, біз мынау Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданында боламыз. Семетей Қаратамыр, есімім Мейрамбай. Біз Құлай Қаратамырмыз, Семетей Құлай Қаратамырмыз. Осы жерде біраз Семетей Қаратамырлар бар, біздің тек Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданында да. Сол айтайын дегенім, мынау Бейсенбай бабамыздың 245 жылдығында барып қайтқанымыз және алған әсеріміз туралы айтқым келіп отыр. Сол өздерің білесіздер, 25 жылдың сентябрь айында Қармақшың Жосалының жігіттерін шақыруменен осы жақтағы бүкіл ағайындар бәрін шақырды. Біздің жақтағылардың келетіндердің возможность болса, мүмкіндіктерің болса келіңдер деп соған біраз адам барып қайттық. Үлкендеріміз бар ортамызда, орта жастағыларымыз бар, жастарымыз да көрсін деп әдейі сол жетелеп апарғандай болдық. Енді жақсы барып қайттық. Енді оны айтайын дегенім, бірінші басты мәселесі айтайын деп отқаным, сол жаңа Бейсенбай бабамыздың басындағы ұйымдастыру және қонақ қарсы алуы, жігіттердің қызмет істеуі, келіндердің бізді қалай күтіп алғандары, үйгелерге бөліп бәрімізді машинадан күтіп алып, енді жоғары деңгейде, өте жоғары деңгейде өтті. Айтары жоқ енді. Анау жігіт жақсы, мынау жігіт жақсы деп, мынау жігіт мына жерде әдемі қылып жатыр, ана жігіт әдемі деп атын айтып түсін түстемей қояйық, олардың бәрі бірдей жұмыс істеген сияқты. Мал да сойылып жатыр, киіз де тігілген, бәрі дайындалған, әншіге қаншама еңбек, ананың бәрі. Бейсенбай бабамыздың басына барып, ат жарысы қалай, күресі қалай болып жатыр, бәрі жақсы өтіп жатыр. Сонымен алған әсеріміз, енді адам тілмен айтып, бір сөзбен айтып жеткізу қиын өте. Алдағы уақытта тағы жастарымызға талай үлгі болады деп ойлаймын. Енді қалған уақытта да осылай ауызбіршілігіміз мықты болып, әрқашанда Семетей деген Қаратамырлардың атағын шығара беруіміз керек. Сосын мына біздің жақтағылар әңгіме шындығы керек. Сіздер жақтағылардай емес, жаңа Қызылорда жақтағылардай ұйымдастыру бізде өте төмендеу енді сіздерге қарағанда. Енді мысалы қаншама ғалымжан ағайлар інімізбенен, үлкен ағайларменен, Базарбай ағайменен көрмеген адамдарымыз ғой. Біз бірінші рет көріп тұрмыз. Ол кісілерді де бірінші рет сол жерде жолығып отырмыз. Оның бер жағында шежірем шықты. Ержан ініміз қаншама қызмет істеді. Шежірен жазушын Жаңғыз Ержан емес, енді бүкіл Қаратамырлардың, Семетей Қаратамырлардың біраз атсалысты сол шежіре шығаруға. Ержанның шежірен кітабында өзі жазған, аттап бәрін. Жақсы, қатты ырза болып қайттық енді. Ырза болған сондай Қалдыбек ағаларың Асылханменен сол Ержанға екеуіне сағат деген сияқты дайындап, келіндердің күтіп алуы қандай, үйде қандай тамақ ішесіңдер, не істейсіздер, қай жерге барасыздар, қандай неме, қалай баруға болады. Інілеріміз күтіп алып, біз ана Семетей Серік деген атамыз бар екен, Серіктің қолында үлкен, сол кісінің үйіне түстік. Енді ол айтып жеткізе алмаймыз, енді олардың сыйластығын, бізге істеген жаңағы нелерін бәрін жеткізу қиындау енді. Жаман қатты ырза болып қайттық. Біз жолдасымызбен бірге барып едік, жолдасым айтып жатыр, біз мынандай келгенде істей аламыз ба, келіндерді қалай үйретеміз деген сияқты ғой енді. Онда әңгімелер болады енді, анадан келгеннен кейін адамның несін жеткізу қиын енді, айтып жеткізу. Сол ойымызға келген, көптен бері біздің де ойымызда жүрген осылай бір түсіріп сіздерге жіберем ба, рахмет айтам ба деп, сол қармақшылық жігіттерге бәріне көп рахмет, еңбектер Алладан қайтсын. Әрқашанда солай ауызбіршілік мол болсын. Жүрген жеріміздің бәріне осылай жария жасап, өзімізді өзіміз көрсетпесек, бізді ешкім көрсете алмайды. Ағайын туыстар аман болсын, бәріңіз аман болыңыздар, дендеріңіз сау болсын. Әрқашанда жақсы күндерде жолыққанша барыңызға, осы қармақшылық жігіттердің бәріне, осы біздің бүкіл осы Әйтеке би ауданының Семетей Қаратамырлар атынан, ақтөбелік жігіттердің атынан бәріңізге де сәлем айтам, және ырза бәрі де сіздерге. Жақсы күндерде жолыққанша.